Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым. Бүгін сіздермен ана тілі оқулығындағы 102-ші қайталау сабағын өтетін боламыз. Олай болса, бірінші жаттығуға назар аударайық. Заттың сынын білдіретін сөздерді оқы. Оларды мағыналарына қарай топтап жаз дейді. Балалар, заттың сынын білдіретін сөздер дегеніміз не еді? Дұрыс. Заттың сынын білдіретін сөздер қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Және заттың түсін, пішінін, көлемін анықтайды. Ал енді мына жердегі сөздерді оқып шығайық. Үлкен, көлемі қандай? Үлкен. Сопақ, бұл да көлеміне жатады. Тәтті, ол дәмге жатады. Қоңыр, ол түске жатады. Кең, көлемі қандай? Кең. Ұзын, ол да көлемге жатады. Домалақ, ол пішінге жатады. Қышқыл, ол дәмге жатады. Жасыл, түсі, яғни қандай? Жасыл, ол түсіне жатады. Кішкентай, ол да көлемге жатады. Осы жаттығудағы сөздердің барлығын түріне, түсіне, пішініне, көлеміне қарай бөліп жазайық. Жақсы орындап болсақ, ұстаздарымызға көрсетіп, тексертіп аламыз. Олай болса, келесі жаттығуға назар аударайық. Екінші жаттығу. Жұмбақты көшіріп жазып, шешуін тап. Су бетін сызып, аққұман жүр, жүзіп. Ал қане ойланайық. Су бетін сызып, аққұман жүр, жүзіп. Бұл не деп ойлаймыз? Дұрыс айтасыңдар, бұл аққу. Құманға ұқсайды ма бастары? Бастары иіліп тұрады. Ал енді осы жұмбақтың ішінен заттың атын білдіретін сөздерді табайықшы. Су бетін сызып, аққұман жүр, жүзіп. Су бетін, ненің бетін? Судың бетін. Яғни су сөзі не деген сұраққа жауап беріп тұр? Аққұман. Қандай құман? Аққұман, бұл заттың сынын білдіріп тұр. Үшінші жаттығу. Өлеңді жатқа айт. Лашын көкте самғайды, қанша ұшса да талмайды. Осы өлеңді жаттап аламыз балалар. Лашын деген ол жыртқыш құс. Енді бұл жерден заттың қимылын білдіретін сөздерді табайықшы. Лашын көкте самғайды. Лашын не істейді? Самғайды. Қанша ұшса да талмайды. Не істеді? Талмайды. Яғни бұл жерде самғайды, талмайды сөздері заттың қимылын білдіреді екен. Төртінші жаттығу. Сурет бойынша мәтін құра. Өзің жазғы демалыста қайда барасың? Демалыс кезінде немен айналысасың? Осы сұрақтарға жауап бере отырып, және мына суретке қарап, мәтін құрайық. Жазда мен ауылға барамын. Ауылда менің атам мен әжем тұрады. Менің атам мен әжем зейнеткерлер. Ауылда көлге барамын. Балық аулаймын. Достарыммен орманға барамын. Мен жазды жақсы, қызықты өткіземін. Ауылда өте қызық болады. Балалар, ауылға барған кезде қауіпсіздік ережелерін сақтауды ұмытпаймыз. Орманға, өзенге барған кезде қауіпсіздік ережесін сақтап, қасымызға міндетті түрде ересек адамды алып жүреміз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.